Ассалаумағалейкум ағайын. Бұл жер мәселесі, өздеріңіз білесіздер, 2016 жылы экономика министрі Досаевтың 1,7 миллион гектар жерді сатуға шығарамыз деп мәлімдемесінен кейін басталды. Ол Досаев деген министр сол 1,7 миллион гектарды 2003 жылғы шыққан заңға сүйене отырып, заңды түрде міне 2003 жыл қабылданған заң бар, соған байланысты біз 1,7 миллион гектарды шетел азаматтарына сатамыз деп шыққан болатын. Осыдан кейін басталды осы жер дауы 2016 жылы. Қазақстанның ірі қалаларында Алматы, Астана, Атырау, Қызылорда, Семей, Павлодар, көптеген ірі қалаларында осы митингілер ұйымдасты. Ең ірі митинг өздерінің білесі Атырау қаласында 24 сәуір күні болды. Бұл осы 24 сәуір қазір жер қорғау күні деп қалды. Ол жерде 2 жігіт сотталып кетті. Макс пен Талғат. Енді сол кезде өкімет биліктегілер қорыққаннан жер комиссиясын құрып жіберді. Көшеге шыққан халықтың бәріне аптығын басып, әне жер комиссиясы құрылды, үйлеріне қайтыңдар, бәрі шешіліп жатыр деп. Сол митингіге шыққандардың аптығын басу үшін құрылған жер комиссиясы, ең бірінші құрылған комиссия. Сол комиссияға мен мүше болып бардым. Ол кезде менен сұраған жоқ. Списке қосып жіберді да, айда. Ол жерде де өзіммен енді пікірімді ашық түрде айттым. Бірақ ол комиссияда соншалықты ештеңе шешкен жоқ. Барлық шешкен ұйғарымы олардың 5 жылға мораторий жариялады, болып сонымен қарады ол. Нақты шешім шыққан жоқ ол жерде. Енді 21 жыл екінші рет комиссия құрды. Ауыл шаруашылық министрінен маған хабарласты телефонмен, барасыз ба деді, мен бармаймын дедім. Себебі жер комиссиясының заңдық ешқандай құқығы жоқ оның. Екінші комиссияға шақырды. Екінші комиссияға мен мүше болуға бас тарттым. Бұл 2016 жылы комиссия құрылған кездері жерді жекеменшікке береміз, жерді өзіміздің азаматтарға жекеменшікке береміз деген сөздер анда-санда бір естіліп қалады, бірақ ашық түрде ешкім айтпайтын, жер жекеменшікке беру керек деген сияқты. Қазіргі кезде осындай азаматтардың саны көбейіп кетті. Бұлардың жерді жекеменшікке береміз деген азаматтар балалап жатыр қазір көбейіп. Енді 5 жылдан кейін одан да көбейеді. Мына қазір Қойшыбек Шопан дедіңіз ба? Ол айтып жатыр, жерді жекеменшікке беру керек өзіміздің шаруаларға дейді. Өзімізге бердің не, оны шетелге бердің не? Қазір қаптап жүрген шетелдің азаматтары. Біздің немізді алған, азаматтығымызды алған. Қытайлардың қаншама азаматтар біздің азаматтығымызды алған. Олар бірінші кезекте талпынады олар ертең жерді алу үшін. Сондықтан жерді ешқандай жекеменшікке беруге болмайды. Ендігі мына екінші комиссияның құрылғаны бұлардың бітірген шаруасы. Бұлардың ең үлкен қателігі комиссия мүшелерінің орман егу мәселесін кодексті парламентке жіберіп алды. Барлығы шуал отыр. Әртістер ойындарын ойнады, рөлдерін бір-екі жерде. Олар орман егу дегенді кейбіреулері ашық түрде қолдады. Енді шет елден келіп бізге ағаш егіп, сексеуіл егіп, тағы бір ағаштарды егіп біздің жерімізді көркейтіп береді деген ол аңыз ғой шынын айтқанда. Осы уақытқа дейін арал маңы жатыр, егер шетелдің азаматтары, шетелдіктер аралға жанын ашса, мына су алып кеткен, аңызақ болып кеткен Атырау Маңғыстау облысына жанасса, неге сол аралдың маңайына екпейді осы уақытқа дейін? 30 жыл өтті ғой, бізге бір жан ашып аралды қалпына келтіріп бермей ме? Ондай жоқ. Сондықтан қазіргі кезде не түсініксіз мәселе, 2 рет комиссия құрды, 2 рет мораторий жариялады. Бұл бітпейтін дау болды. Бұның нүктесін тек қана халық қана қойылды. Ол қойылады, тек қана мына митингілермен халықтың жаппай көтерілісінің нәтижесінде ғана нүкте қойылады екен. Мен соған ғана көзім жетті. Айқайлап айт, Фейсбукқа жаз, әлеуметтік желіге жаз,
былай айтсыңдар, депутатқа олай айтсыңдар, бұның бәрі болмайтын нәрсе екен. Менің көзім жеткені сол халық қана бұл даудың нүктесін қояды екен. Енді мына жерде қазіргі кезде біздерде енді мына биліктегілер айтады, осы шуылдақтар шулай береді деп. Біз шулап жүрсек те, біз бір-бірімізді мүмкін белсенділер дос емес шығармыз. Бір-бірімізді мүмкін кейбіреуіміз тіпті бір-бірімізді жек көретін де шығармыз. Бірақ біздің қалай болсақ та біздің ортақ мақсатымыз, мүддеміз бар. Қайткен күнде де мен жаман болайын, сен жаман бол, ол жақсы болсын. Барлығымыздың ортақ мүддеміз тек қана жерді біздер қорғап қалуымыз керек. Болды. Басқа ешқандай бізде мақсат мүдде жоқ. Митингіге шығамыз, басқа да қадамдарға барамыз. Сондықтан жерді қайткенде де қорғаймыз, және қорғап жүрміз, қорғай да береміз. Алдағы уақыттарда біздер басқа қадамдарға да баруымыз мүмкін. Егер тоқтатылмаса, бұдан нәтиже болмаса, жерді ешқандай жерді ешкімге де сатпау керек, шетел азаматы болсын, өзіміздің азамат болсын, сосын жекеменшікке бермеу керек ешкімге. Одан кейін арендаға тек қана өзіміздің азаматтарға беру керек деген осы бір 4-5 ауыз сөзді жер кодексіне әлі күнге дейін жазып қоюға ешқандай мүдделі емес қазіргі биліктегілер. Енді мына жерде айтайын дегенім 10 соттық жер. 10 соттық жерді халыққа бөліп беру керек. Енді биліктегілерге айтсаң айтады, ой, қазір беруін бере саламыз ғой, жер көп қой, бірақ ол жерге су жүргізу керек, электр желісін тарту керек, жол салу керек деп, оған ақша керек дейді. Оған көп ақшаның керегі жоқ. Столбы тартып, пластмассовый Қытайдың трубасымен су тарту үшін. Оған көп ақшаның қажеті жоқ. Жолды да салуға болады. Автобан болмаса да ауыл арасында шағын жолдарды, тас жолдарды екінші категориялы, үшінші категориялы жолдарды салып беруге болады. Бұның бәрі сылтау, халыққа ештеңе бергісі келмейді бұлар. Халықтың жағдайы көтеріліп кетсе, оларға да қиын болып кете ма, білмедім сонымен. 10 сотық жер қайткенде де бұны халыққа беру үшін біз күресуіміз керек. Ендігі мәселе мынау алдағы уақыттарда, жаңағы Балташ аға айтып кетті, Құсбек ағамыз айтып жатыр, алдағы уақыттарда біз күресті біз тоқтатпаймыз. Бұл әлі шешімін тапқан жоқ. Олар жаңағы мәжіліске жіберді, мәжіліс байқамай өтіп кетті дейді, орман егу туралы комиссиядағылар айтады. Қалай байқамай қаласың сендер? Неменеге комиссияда отырсыңдар ол жерде? Байқамай мәжіліске орман егу, Қытайға орман егуге қабылдап жіберетін заң өткізіп жіберсең. Отырдыңдар ғой сол жерде. Жігіттерге айтайын енді. Айтсаң ренжиді. Мені айта бересің, маған тиісе бересің дейді біреулер ішінде. Ішінде отырсың ғой сен тиіспей не істеймін саған. Ары қарай сосын парламент неге кетіп қалды ол жер, кеше Құдай сақтап Сенатқа. Сенат қайтарып жіберді. Мәжіліс оны қабылдамайтын болды. Бәрібір айналып келгенде жер дауына нүкте әлі қойылған жоқ. Сондықтан біз күресті тоқтатпаймыз. Елмен жер қозғалысы Балташ аға ары қарай жұмысын істей береді деп ойлаймыз. Желтоқсандықтар оған қолдау білдіреміз, әрқашанда білдіріп те жүрміз, бірге жұмыс істеп жатырмыз. Сондықтан біз күресімізді тоқтатпаймыз. Мен осыны айтқым келіп отыр.